уағыз насихаттан да үзілмеуіміз қажет. Себебі алдында айтқанымдай, бір адам бір ілім алатын болса, оған қыбырлаған, шұбырлағанның барлығы ол үшін Алладан жәрдем тілейді, кешірім сұрайды дейді. Ол жай біздің елімізде сондай болатын болса, егер осы жаққа келген кезде біз білім алатын болсақ, онда ол мыңдаған, жүз мыңдаған есепке сауапқа айналады. Сол үшін де біз әрі құлшылық, әрі уағыз насихаттан үзілмеуіміз қажет. Құлшылық істейміз, шаршап келсек уағызында қайтадан құлшылыққа барамыз. Бізде бүгін уағыз айтатын шыңғы ұстаз, қазіргі уақытта Әлиасқарда білім алып жатыр. Бұл ұстазбен біз 5 жыл бірге оқығанбыз, группаласым, парталасым, ағам. Сондықтан осы кісінде бір тыңдайық. Алла разы. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля саййид Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Мына жерде бір-бірімізді танитынымыз бар, танымайтынымыз бар. Иншалла, Аллах Тағала баршаңыздың басып келген әрбір қадамдарыңызға мол-мол сауаптан жазсын. Енді біз сонау ат терлетіп Қазақстаннан осы бір бабаларымыз аңсап кеткен қасиетті мекенге келіп отырмыз. Енді бұл жерге келуде біз талай нәрсені құрбан еттік. Ең бірінші біз нені құрбан еттік? Ең бірінші уақытымызды құрбан еттік. Алтын уақыт ешқашан қайтып келмейді. Қанша ақша сарып қылсаң да, қанша былайша айтқанда не берсең де уақытың қайтадан келмейді сенің. Ал бұл жерге сіз уақыттарыңызды не үшін сарып етіп келдіңіздер? Бір Құдайдың разылығы үшін. Ал енді уақыттан кейінгі тұрған біз соны табу үшін уақытымызды жұмсайтын нәрсе ол ақша. Біз өзіміздің соншама қаншама айлар бойы тірнектеп жинаған ақшаларымызды сарып етіп, құртып былайша айтқанда осы жаққа келіп отырмыз. Ал енді ғалымдар айтады ғой, жалпы ілім алу үшін адам үш нәрсені құрбан етеді дейді. Үш нәрсені құрбан етеді. Біріншісі уақыты, ақшасы, жаны дейді. Осы үш нәрсені құрбан етпей ілім ала алмайды дейді. Ал дәл сол сияқты сіздерде бірінші уақыттарыңызды құртып жатсыздар. Екінші ақшаларыңызды сарып қылып жатырсыздар. Үшінші жандарыңызды да. Былайша айтқанда арғы анау жақтан былайша айтқанда өзіңіздің жаныңызды бәйгеге тігіп келіп отырсыздар. Рас қой? Оны жастар онша сезінбеуі мүмкін, бірақ үлкен кісілер қиналған кезде сезініп кетеді ол нәрсені. Жаныңызды сонша бәйгеге тіккендігіңіз. Қаншамадан құлап қалып жатқан кезде, көзіңіз көріп қалып жатқан кезде сол нәрсені, сезінесіз ол нәрсені. Ал енді соншама нәрсені құрбан етіп келдіңіздер, Аллах Тағала баршасын қабыл етсін. Енді Қағба жайлы айтып кетейік. Жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады: кім-кім дәрет алып тауафқа ниеттеніп іштен шығатын болса дейді да, тауаф жасауға, Аллах Тағаланың мейіріміне кіре бастайды дейді ол адам. Кіре бастайды. Кім-кім харамға кірді, аяғыңыз тиді харамға, ол толықтай Алланың мейірімінде болады дейді. Толықтай. Ал енді ары қарай не болады десе, әрбір қадам басқан сайын, әрбір қадамына 500 сауап, 500 күнәсін кешіреді, және 500 есе дәрежесін өсіреді екен ғой. Қараңыз. Және де соны тауаф етіп жүр әлгі адам, тауаф етіп жүр. Ибрахим мақамына 2 ракағат намаз оқыса дейді ол адам. Аллах Тағала оған сондай не жазып қояды? Исмаил құлдарынан 10 құлды азат еткендей оған сауап беріп қояды екен ғой. Жай періште айтады дейді. Мынау осы нәрсе өткенің кешірілді дейді да осы нәрсемен. Аллах Тағала өткеніңді кешіріп қояды екен сол нәрсемен. Ал келешегіңе қамдан дейді екен ғой. Және қияметте дәл сол адам өзінің былайша айтқанда әулетінен 70 адамға шапағатшы болады екен. Қараңызшы. Сіз бір рет тауаф етумен не деген нәрсені алдыңыз да? Сонда сіздер үш нәрсені құрбан етіп келіп ұттыңыздар ма, ұтылдыңыздар ма? О нәрсемен ұтасыздар иншалла. Аллах Тағала нәсіп етсін. Шынайы таза ниетпен барып,
таза ниетпен қайтуды Аллах тағала нәсіп етсін. Жалпы Қағба дейді 70 мың періштемен қоршалған екен. 70 мың періштемен. Ал енді кім соны тауаф ететін болса, сол періштелер не істейді? Әлгі адам үшін истиғфар, салауат етеді дейді ғой. Я Аллахым, мына пендеңді кешірші, Сонда 70 мың періште сіз үшін кешірім сұрап тұрса, мейірімді болған Аллах тағала кешірмей ма? Иншалла кешіреді. Ал енді Құран-ы Кәрімде аят бар ғой. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا дейді. Егер дейді, олар, яғни біздер, өз-өзіне зұлымдық жасаса, күнә істеп, бір күнә істеп қойды бір пенде. Сол кезде не істесін дейді? Саған келсе дейді, ей Мұхаммед, саған келсе, пайғамбарымызға барсақ, және Алладан кешірім сұраса, одан кейін пайғамбар да ол үшін кешірім сұраса, ол Алланы сондай күнәларды, сондай кешіруші, тәубелерді қабыл етуші, мейірімді болған күйде табар еді дейді ғой. Сонда біздің күнәміздің кешірілуіне ең көп септігін тигізетін ол не нәрсе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аяқ басқан Мединасына бару екен ғой. Соңғы қазір мазары тұрған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мәйіті сақталған ол. Былайша айтқанда, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қазір қайда? Мединада. Қабірі де сол жерде. Біз не істеуіміз керек? Сол жерге барып Алладан кешірім сұрауымыз керек екен ғой. Қараңызшы. Ал енді сіздер Мединадан келдіңіздер ғой, барып келдіңіздер ма? Мединаға бардыңыздар. Кешірімді сұрадыңыздар. Ал енді күнәлары кешіріліп, анадан жаңа туғандай болғаннан кейін пенде не істейді? Ары қарай сауапты амалға көше бастайды. Ал енді сіздер қазір сауап жинап жатсыздар. Ертеңгі күндеріңізге сауап жинап жатырсыздар. Ертеңгі күндеріңізге. Және де мынау қиямет қайым болғанда өзіңіздің әулетіңізден 70 адамға шейін шапағатшы болатын дәрежеге иемденіп жатырсыздар. Мынау бір хадистерде тіпті келеді. Бұл 70 адам өзінің әулетінен не болмаса басқа да адамдарға да шапағатшы болады дейді ғой. Қараңызшы. Аллах тағала сізге сондай дәреже нәсіп етіп қояды екен. Құдай қаласа баршамызға нәсіп еткен болып, мынау қылған құлшылықтарымыз қабыл болуын нәсіп етсін. Енді осы жаққа келгеннен кейін бұл жердегі әрбір минут, әрбір секунд бұл қадірлі. Әрбір минут, әрбір секунд қадірлі. Соны босқа өткізіп алмауымыз керек. Аллаға мақтау мадақ, пайғамбарға салауат тоқтатпауымыз керек ешқандай. Білесіздер, мынау Қағбаның айналасында Емен деген бұрыш бар, білесіздер. Сол Емен бұрышында 70 періште өкілдікте тұрады екен. 70 періште бар екен сол жерде. Және де олардың міндеті қандай? Анау біз жалпы пенде айналып жүреміз ғой. Сол Емен бұрышына барған кезде не айтамыз қайтуғаны? Роббана атина фид дуния хасана, я Аллахым, біздің дүниемізге жақсылық бер, және уафил ахирати хасана, ақыретте де жақсылық бер, уақина азабанар, бізді тозақ отынан сақта деп біз айтамыз. Ал енді соны айтқан кезде жаңағы періштелер әмин, әмин деп тұрады екен ғой бізге. Қараңызшы. Әрбір өткен сайын әмин, 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 әмин деп тұрады екен. Біз айтқан сайын. Біз не үшін айтамыз сонда? Өзіміздің дүние ақыретіміз үшін айтады екенбіз ғой. Түсініңіздер ма? Сол кезде бекерден бекер айтпадыңыздар сіздер. Не үшін ұстаздар, мынау сіздерге алып жүрген ұстаз, гид, не үшін сол жерге Роббана атинан айтқызды? Сіздердің дұға тілектеріңіз қабыл болу үшін ғой. Түсініңіздер ма? Ал енді сол Емен бұрышынан өттіңіз. Өткеннен кейін Қаратас шығады алдыңыздан. Қаратас шығады. Қаратасқа. Жалпы ол Қаратас, мынау біздің ешқандай зияны жоқ, зиянда пайдасы да жоқ дейміз ғой. Бірақ ондай емес екен да. Мынау
бір күні Омар радиаллаху анху қара тасты сүйеді да жылап жібереді ғой. Және де айтады: ей қара тас, мен сенің ешқандай пайда да зиян да бермейтініңді білем дейді да. Егер пайғамбар сені сүймегенде мен де сүймейтін едім дейді. Содан кейін артына қараса Әли бар екен. Әли келіп тұр екен ғой, радиаллаху анху. Сөйтіп соған қарайды да: Әли, осы қара тасқа қарасам жылаймын дейді да. Осы көзге жас келтіреді, осы қара тас дейді ғой. Сол кезде иә дейді, бұл қара тас дейді, ей мұсылман мүминдердің әміршісі, бұл қара тас пайда да зиян да береді дейді ғой. Пайда да зиян да береді дейді. Қалайша бұл дейді. Қалай пайда да зиян да береді дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху сөзі бар екен ғой. Жалпы Аллах тағала адамдардың тағдырын жаздырды да осы қара тасқа бекітті дейді. Осы қара тас қиямет күні мұсылмандар үшін жақсылыққа, адалдыққа, ал әділдікке куәлік береді. Ал енді кәпірлер үшін, Алланы мойындамағандар үшін ол не нәрсеге куәлік береді? Олардың жаманшылығы үшін куәлік береді екен ғой. Сонда қара тас бізге куәлік береді екен әрқайсымыз үшін. Біз сәлем берсек, иншалла, сәлемімізге де куәлік береді. Ал енді сол қара тастан сәл қарасаңыздар не бар? Қағбаның есігі бар. Есігі бар. Енді сол екеуінің ортасы, Қағба мен қара тас, Қағбаның есігі мен қара тастың ортасы, бұл дерті барлардың дертіне шипа сұрайтын жер екен ғой. Кімде кімнің дерті болатын болса дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Кімнің дерті болатын болса, дәл сол екі ортада дертіне шипа сұрайтын болса, Аллах тағала дертіне шипа беріп жібереді дейді ғой. Қараңызшы, дертке шипа сұрайтын жер екен. Ал одан кейінгі дертке шипа беретін ол зәмзәм суы. Зәмзәм су. Оны бір күні бір сахаба келеді да Али радиаллаху анхудың қасына жолығып қалады жалпы. Екеуі кездесіп қалады. Сөйтіп сұрайды: сен қаяқтан келатсың дейді. Мен зәмзәм ішіп келатырмын дейді. Сонда мен қателестім, Ибн Аббас. Ибн Аббас айтады: оны сен дұрыс іштің ба дейді зәмзәмді. Ішетін несі бар? Кәдімгі су ғой, іштім ғой дейді да. Қалай дұрыс ішеді оны дейді. Мен қалай дұрыс ішем оны. Сол кезде бірінші дейді, құбылаға қарайсың. Құбыла қайда? Қағбада. Қағбаға қарайсың бірінші. Одан кейін Аллаға мақтау мадақ айтып, Алланың атымен ішесің дейді. Ішіп болғаннан кейін не істейсің? Ішіп болғаннан кейін Аллаға мақтау айтасың, және оны шипа үшін ішесің дейді ғой. Шипа үшін. Және де Аллаға мақтау мадақ айтып тамамдайсың. Және әрбір ішкен сайын, әрбір жұтым алған сайын 3 рет тыныс ал дейді оған. Бір жұттыңыз 3 рет тыныс аласыз. Тағы жұттыңыз 3 рет тыныс аласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар екен да. Біз бенен мұнафықтардың айырмашылығы, олар зәмзәм ішкенде оларға шипа болмайды деген екен. Демек, сіз мұнафық емессіз ба, сізге шипа болады демек. Түсіндіңіз ба? Шипасын Құдай тағала беріп қояды екен ғой зәмзәм арқылы. Өйткені зәмзәм кім қалай ішсе, ол сол ниетте дейді. Кім қалай ішті, ол сол ниетте. Мысалы, сіз дертіңізге шипа сұрап іштіңіз ба, Аллах тағала дертіңізге шипа береді. Тоқтық үшін іштіңіз ба, Аллах тағала тойдырып қояды сізді. Және де бір нәрсені ойлап жүрсіз, істей алмай жүрсіз, сол нәрсені істеймін деп ішсеңіз, Аллах тағала сол нәрсеңізге жеткізіп қояды екен ғой. Кім қандай ниетте ішетін болса, сол ниетіне жеткізіп қояды екен ғой. Түсіндіңіздер ма? Ал одан кейінгісі, біз қаяққа баратырмыз өзі. Тағы жүріп бара жатырсыздар, мизап деген дүние бар. Мизап деген анау төбеден су ағар. Көрдіңіздер ма? Су ағар, алды былайынан қоршалынған, және де 3 мынандай шамба сондай қойып қойған. Иә? Су ағар. Ал енді ол су ағар не? Ол жерде не бар? Сахабалар айтқан екен ғой. Қазақтың ойы бар, иә. Қосымша ғой. Сахабалар айтқан екен ғой. Пайғамбардың
құбыласы сол мизаптың асты еді дейді ғой. Соны пайғамбарымыз салсам, сол мизаптың астында намаз оқыған екен ғой. Және де хадисте айтады, кім сол мизаптың түбінде Алладан не сұрайтын болса, қандай дұғасы болсын қабыл болып кетеді дейді. Қараңызшы. Дұғаның ең қабыл болатын жері сол мизаптың асты екен. Сіздерде әлі 2 күн бар ма? Біздің қажылар естіңіздер бұны? Біледі. Жалпы әлі 2 күндеріңіз бар. Мизаптың астынан тауап еткен сайын сол жерде сұрап алыңыз, тоқтап. Мизаптың асты дейді. Мүмкіншілік болса кіріңіздер. О, кіргізеді ол жерге. Ер адамдарды таңғы 8-де кіргізеді. 8-ден бастап. Таң намаздан кейін барып, сол жерде күтіп тұру керек та. Қазір өзгеріп кетпесе, жалпы сондай еді. Әбетке таман кіргізді ма? Иә. Жалпы оны алдын ала сұрап алу керек та. Сонымен кіруге әрекет жасау керек. Ол жер қағба. Анау иә. Ол жер қағбаның территориясына кіреді кәдімгі. Кім сол ашықта намаз оқитын болса, ол қағбаға намаз оқығанмен бірдей. Ішінде намаз оқығанмен бірдей. Түсініңіздер ғой, иә? Ол қағбаның территориясы кәдімгі. Ал енді әйелдерде де өз кіргізетін уақытысы бар. Соны сұрап алыңыздар, иншалла. Әйелдер де кіріп ол жерге намаз оқи алады. Кәдімгі қағбаның ішіне кіріп намаз оқығандай боласыздар. Ал енді қағбаны бір айналып шықтық қой. Енді ол жерде тағы не істеуге болады? Тағы салауат айтуға болады ол жерде. Салауатты көптеп айту керек. Көптеп айту керек. Себебі салауаттың біз білмейтін сырлары өте көп. Мынау Ас-салатун аля наби деген Абдулла Сироджуддиннің кітабы бар. Сол жерде мынау Ахкамус салауат деген жерінде жалпы салауатты 3-ке бөліп қарастырады да, 4-ке бөледі. Бірінші салауат не болады дейді? Парыз болады. Одан кейін уәжіп болады. Одан кейін сүннет мұстахаб болады дейді ғой. Айту. Салауатты айту. Енді қашан парыз болады? Қашан парыз болады салауатты айту? Ол уәжіп болады ол кезде. Жоқ, аят бар, иә. Жоқ, қашан парыз болады? Ау? Салауатты айту адамға қашан парыз болады? Ау? Намаз оқығанда. Сосын қандай вариант бар тағы? Ау? Ол кезде уәжіп болады. Кім біледі? Айта салайын ба? Жалп, ау? Ау? Ой, машалла, иә. Мұсылман адам өмірінде бір рет болсын айтуы парыз болады екен ғой. Сонда әрбір адамның мойнында салауатты бір рет айту парыз болады. Кітапты оқыңыз ба? Ай, машалла. Айтып қойыппыз ғой, не? Жалпы сабаққа қатысу деген бар екен, тыңдау деген бар екен ғой. Екіге бөлінеді екен ғой. Енді бұл қалай білдік бұны парыз болатын десе, Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады: «Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима» дейді ғой. Расында Алла және оның періштелері пайғамбарына салауат айтады. Ей иман еткен пенделер, сендер де пайғамбарларыңа салауатпен сәлем жолдаңдар дейді. Бұл жерде бұйрық екен ғой. Бұйырып тұр екен Аллах Тағала бізге. Бұл тек қана салауат айтсаңдар жақсы деген емес та. Айтыңдар деп Аллах Тағаланың тікелей біздерге айтқан бұйрық екен ол. Ал енді біз сол Алланың бұйрығына мойынсұнып, әрбір намазымызда не істейміз? Салауат айтамыз. Жүрген жерімізде салауат айтамыз. Есімін естіп қалсақ салауат айтамыз. Тіпті бір хадисте келеді, екі дос бір-бірімен жолығып қалса салауат айтып бастасын дейді. Егер салауат айтатын болса дейді, екеуі екі жаққа қарай кеткенге дейін өткен және келешектегі де күнәлар кешіріліп тұрады дейді ғой.
Қараңызшы. Сондай үлкен, былайша айтқанда, салауаттың пайдалары бар. Ал енді салауат дертке шипа. Білесіздер ма? Дертке де шипа салауат айту. Бір кісілер, бір сопы ғалымдар кезінде бір адам ауыратын болса, оған салауат айта деген. Жазылып кету үшін. Одан кейін мынау имам Бусиридің Бурда деген салауат жинағы бар. Бұл өлең болып жазылған жинақ. Бұл негізі өзінің заманында үлкен ақын болады ғой. Ақын. Сөйтеді да бірден ауырып қалады. Аяқ қолы мүлдем істемейді. Қимылдай алмайды. Ондайды не деп айтады? Сал ауруы дейді. Сал ауруына шалдығады. Қимылдай алмайды. Содан бұл не істеймін деп пайғамбарға деген махаббаты оянып, пайғамбарға салауат туралы өлең арнап шығарып береді ғой. Өлең арнап шығарады. Сөйтеді да түсінде пайғамбарымызды көреді ғой, саллаллаху алейхи вассалам. Көреді да осы шығарған өлеңін оқып береді, пайғамбарымызға арнаған өлеңін. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған не істеді дейді? Өзінің шапанын жапты дейді ғой. Орнынан тұрса, аяқ қолы жұмыс істеп тұр дейді ғой әлгі адамның ше. Содан кейін бұл Бурда деп аталып кеткен ғой, шапан деген. Бұл салауаттың аты. Бұны қазір көпшілік ғалымдар осы кітапты оқиды. Салауат мәулітте әсіресе осы Бурданы көп оқиды. Одан кейін бізге ең танымал әрбір мұсылман білетін Далаилул Хайрат деген кітап бар. Е? Ал енді оның тарихы қаяқтан шықты? Ол қаяқтан шықты? Сонда оны Далаилул Хайрат деген кітапты жазып шыққан ғалымның есімі кім? Имам Жазули деген ғалым. Ол бір күні шөл далада келе жатады. Келе жатады да қатты шөл дейді, суы бітіп қалған, алыстан құдық көрінеді, жүгіріп барады, қараса су бар екен, бірақ алатын әттеген шелек жоқ қой. Шелек жоқ, ары қарайды, бері қарайды, ала алмайды. Ар жақта бір қыз баласы келе жатады дейді, екі шелегімен. Сөйтіп ана құдыққа сыбырлады да су бетіне көтерілді дейді ғой. Екі шелегін суға батырып алды да кетіп бара жатыр дейді, өзімен өзі. Бұл таңғалған ғой, ана кереметті көріп, карама дейді да бұны. Таңғалған ғой. Сөйтіп артынан жүгіріп барып, "Ей, сен не айттың мына жерге? Қалай шықты мынау?" деген кезде, "Ей, сен білмейсің бе?" деп айтады ғой. Сонда ол өздерінің арасында танымал болып тұр да бұл нәрсе. Содан кейін, "Жоқ, білмеймін. Айтып жібер маған, білейін" дейді ғой. Осындай салауат дейді бұл нәрсе. Айтқаным. Бұл естиді да анаған барып айтады, айтса шынымен су шығады ана жерден. Бұл тойып ішіп алады суды. Енді тойған адам көп нәрсені ұмытады ғой. Бұл тойып алады да, енді өзінің жолымен кетіп бара жатып, әлгі салауатты Алланың қалауымен ұмытып қалады. Бұл енді біреуге айтайын десе білмейді. Содан кейін сол төңіректегі ғалымның баршасын аралап шығады. Сіз қандай салауат білесіз? Жазып алады. Бұл емес. Сіз қандай салауат білесіз? Жазып алады. Бұл емес. Сіз қандай? Сол төңіректегі, сол ғасырдағы ғалымдардың бәрін аралап шығып, қолынан келгенше бәрін, кім қандай салауат біледі, бәрін жазып шығады. Ал енді сол ғалым айтады ғой, сол Далаилул Хайрат деген кітаптың ішінде бұл салауат бар дейді ғой. Жаңағы мен іздеген, мен айтқан салауат бар дейді ішінде. Иә. Оны бізге айтпауының себебі не? Біз жалқаумыз ғой. Біз тек сол салауатты оқимыз да, қалғанын оқымаймыз. Пайғамбарға арналған салауаттан бейхабар болып қаламыз. Көп деген салауатты білмей өтеміз ол кезде, дейді да оны құпия қалдырады. Қараңызшы. Енді Далаилул Хайрат PDF деп жазсаңыз толып отыр. Имам Жазулидің кітабы. Жақында қазақша шықты сол кітаптың аудармасымен. Тілек қабыл ұстазымыз жазып шықты. Енді одан кейінгісі
Тағы не қызға айтайын деп отырмын сіздерге. Тағы бір нәрсе бар да, осыған байланысты. Так, Аллахумма салли аля Сейдина Мұхаммад. Оны сосын айтып берерім мен. Ал енді салауатты бұл айта берсек ары қарай кете береді да. Бұның пайдасы деген енді біз айтып тауса алмаймыз. Мүлдем тауса алмаймыз айтып. Біз кете береді айтатын болсақ. Тіпті ғалымдар айтады ғой, салауатты мынау теңіз дейді, теңіз сия болып, ормандағы барлық ағаштар қалам болып, сонымен жазып шығатын болсаң, пайғамбарды сипаттай алмайсың дейді ғой. Қараңызшы, қандай нәрсе айтқан, е? Ал енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сипаттауға жинақталған кішігірім еңбек бар. Ол қандай еңбек? Шамаил Мұхаммадия деген еңбек. Шамаил Мұхаммадия деген кітап бар. Ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның барша несі жазылған? Сипаттары жазылған. Енді барлығы түгелімен деп айтылмайды, бірақ қысқа әрі нұсқа сахабалардың айтқандарын имам Тирмизи рахимахулла жинап шыққан соның ішіне. Біртіндеп жинап шыққан. Ал енді сол 54 баптан тұрады. 54-і пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жалпы несіне байланысты. Біріншісі келбетіне. Жалпы бір адамды алып қарайтын болсақ, бұл адам түрі осындай, көзі осындай, мұрны осындай, шашы осындай. Одан кейін тағы несі бар? Киімі осындай киіп алған. Және осындай аяқ киімі бар еді. Дене бітімі осындай болған еді. Деп бірінші бөлім кетеді. Екінші бөлім тағы бір оның мінез құлқына байланысты. Тағы бір бөлім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдермен қалай араласты. Тағы бір бөлім қалай әзілдесті, қалай тамақ жеді, қандай су ішті, қандай сок ішті. Су бөлек, сок бөлек. Одан кейінгісі тағы не нәрсе, түнгі намазы қалай болды. Тахаджудке қалай тұратын ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қалай ұйықтайтын, қалай орнынан тұратын. Соған байланысты. Өмірден өткеніне шейінгі нәрселер жазылған. Бұл имам Тирмизидің бұл жинағы да біздің қазақ тіліне аударылды Алланың қалауымен. Бұл аударылды да Шамаил Мұхаммадия деді да қазақшаға 3 түрлі қылып аударылды. 3 түрлі жинақ болып аударылды. Біріншісі бұл Шамаил Мұхаммадия деп аударылды. Прямой атын қойды оның. Ода бір хадисті келтіреді, астында ғалымдардың әрбір 54 бапқа 54 хадис келтіріп, астына соның түсіндірмесін береді. Екіншісі аударылды, бұл Мінсіз Мұхаммед деп аударылды. Бұл кітаптарды естіген шығарсыздар, Мінсіз Мұхаммед деп. Ол кітапта қалай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның имам Тирмизидің дәл сол кітабын сөзбе сөз бірін қалдырмай аударып шықты. Ал үшіншісі аударылды, бұл Алла елшісін көргің келеді деген кітап. Бұл кітапты аударылды, бұл кітапта бір хадис келтіреді. Одан кейін қалған хадистер, былайша айтқанда, ана жерде бір бапта бір хадис емес қой. Қалған қайталанбаған хадистерді және де жинақтап, одан кейін арғы жақтан басқа да ғалымдардың соған берген шарықтарын, түсіндірмелерін жазып, кішігірім суреттермен жазылды. Осылайша бұл кітап біздің қазақ тіліне 3 түрлі вариантта аударылды. Негізі адамға түсінікті болу үшін осы 3 кітапты да алып оқыса жақсы болады. Ал енді біз Аллаға құлшылық етеміз. Намаз оқимыз. Ал енді пайғамбарға салауат айтамыз. Одан кейін салауат айта бергеннен кейін пайғамбарға деген махаббат оянады. Махаббат оянғаннан кейін не істейсіздер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түстеріңізде көресіздер иншалла. Құдай қаласа, нәсіп болсын. Алдыңғы қажылықта бір апамыз өңінде көрді ғой. Алдыңғы қажылықта. Айтып бердім ғой, не? Енді жалпы
ғалымдар айтқан, кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаттарын білмейтін болса, бір ғалымдар айтқанда, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрді десе, оған сенілмейді деген да. Ал енді біреу айтады, ол шын жүректен сол екені біліп тұрса болды дейді. Ал енді ешқандай талассыз қайсысы үшінші варианты, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипатынан біліп тұрып, соны көрген ғой. Біліп тұрып көру да. Сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды біреуінде сипатын білмей көрдіңіз. Екі түрлі вариант бар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдіңіз, бірақ сипатын сіз ешқандай хабарсызсыз да. Былайша айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кім екенін танымайсыз. Қандай сипаттары бар екенін білмейсіз. Шашы қандай болған, пайғамбарлық мөрі қандай болған, жүрісі қандай болған, түрі қандай болған білмейсіз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның түсінде көрдіңіз. Ал бір адам бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былайша айтқанда барлық сира кітаптарын оқыды, қолынан келгенше. Мынау сипаттарына жазылған кітаптарын оқыды, кішігірім танысты пайғамбарымызбен. Ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрді, сонда екеуі екі бөлек екен да. Мынау бір ғалым шәкірттеріне айтады ғой, сендер пайғамбарымызды көріп жүрсіңдер ма деп. Жоқ дейді. Онда неге Шәмәйілді оқымай жүрсіңдер дейді да. Оқысаңдар көретін едіңдер ғой дейді да. Бұл ғалымдар айтқан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өңінде де көруің мүмкін дейді. Түсіңде де көруің мүмкін дейді. Бұл мүмкін емес нәрсе емес да. Түсініңіздер ма? Сол үшін 2 күн бар, әлі көріп қаласыздар, Құдай қаласа. Ал бізге соңғы күн қалды, қашекендер. Құдай қаласа бүгін көріп қалайық. Содан анау алдыңғы жолға айтып берейін салайын ба? Бір рет мағыл айтып берейін, Құдай қаласа. Бір апамыз бар еді. Жалпы алдыңғы келген кезде біз кітаптан сабақ өттік. Осы Шамаил Мұхаммадия деген кітаптан өттік. Содан бастапқы бір тақырып өтеміз. Және де ары қарай кішігірім уақыт жалғастырамыз. Бір 40 минут, 50 минут сондай уақыт сабақ өтіп жүрдік күніге. Содан біз неге барамыз? Арафатқа экскурсияға шықтық. Жолда кетіп бара жатқан кезде Хира үңгірін таныстырдық, алғашқы аят түскен жер. Сөйтіп кетіп бара жатырмыз, Арафатқа бардық. Барлығы үйіп тыңдады. Келгеннен кейін ертесі күн тағы сабақ болады. Сабақ болып қалған біткеннен кейін, "Ей балам, тоқташ" дейді маған. Бір апа айтып, арамыздағы бір апамыз. "Балам, тоқташ" дейді. Айта беріңіз деймін. Сөйтсем, "Кеше экскурсияға шықтық қой біз" дейді да. Иә. Сол кезде сен бірден өзгеріп кеттің дейді да маған. Уағыз айтып жаттың, анау. Содан Хира үңгіріне келдік, оны айтып жатырсың. Сөйттің де бірден өзгеріп кеттің, қарасам, мен анықтап қарасам, сен жоқ болып кеттің да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уағыз айтып отыр дейді да нәрге. Кәдімгідей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам уағыз айтып тұр сенің орныңа дейді да. Бізге барлығын түсіндіріп беріп жатыр дейді. Мен анықтап қарадым дейді одан кейін. Бәсе апамның бүйтіп андай бір автобустан бүйтіп шығып қарап жатқанын көрген едім да мен. Сөйтсем аяғына қарайым, басына қарайым, киіміне қарайым дейді. Тура кітапта жазып қойғаныңыздай дейді, кітапта айтып бергеніңіздей дейді. Мынау шашы иығына түсіп тұр дейді, мына жерінде өрім бар дейді. Кәдімгі өрім шашы бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кітапта келеді, иә. 4 өрім шашы болған дейді. Ондай да шашы болған. Одан кейінгісі, мынау үстіне өзі қоңыр киім киіп алған дейді да. Асты бөлек, үсті бөлек, енді үсті ұзындау. Ал енді несі? Аяқ киімі бар дейді, сандалы. Мен вообще ақ кроссовка киіп шыққам ол кезде. Кәдімгі сандал киіп алған дейді аяғына. Ол аяқ киімі қоп-қоңыр дейді. Кәдімгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлі күнге шейін аяқ киімі сақталған. Қоп-қоңыр кәдімгі сандал. Мен көрдім дейді да. Жүзін әдемілігін айта алмаймын енді дейді ғой. Өте әдемі дейді енді. Соның барлығын кітаптағыдай маған сипаттап беріп жатыр ғалам. Сол кезде таң қалдық та. Сонда бұны өтірік деп айта аламыз ба? Жоқ. Айта алмаймыз өтірік деп. Көріну мүмкін ба? Мүмкін. Сабаққа қатысты ма?
қатысты. Мен айтам ғой, сабақты келіп тыңдау бар, сабаққа қатысу бар да. Әшейін қатысып кету бар. Одан кейін кәдімгідей беріліп, сондай нәрсе бар екен ғой. Біз тек әшейін не істеп кетеміз? Солай екен ғой. Негізі сабаққа келген адам ручка дәптері болу керек та. Мен әрдайым айтам, сабаққа келдіңіздер ма, қолдарыңызда ручка дәптері болсын деп айтам мен. Неге? Өйткені біз новыйдан көп нәрсе естиміз. Мүмкін алдында бір уағыздардан тыңдап тастаған болуларыңыз мүмкін сабақ. Енді ұстаздардың сабақтары көп қой бізде. Аллаға шүкір қазір мақтанатын нәрсе, ұстаздарымыз айтпаған нәрсе, естімеген нәрселерді айтып жатыр. Сояқтан естіп тастаған болуларыңыз мүмкін, бірақ анау сізге қайталау. Әрі арасында бір-екі нәрсе новый шығып қалатын болса, жазып аласыздан. Және де кейін біреуге айтып жатқан кезде примерно осындай ау деп айтпайсыз да. Мынандай деді примерно деп ше. Кейде қосып айтып жібереміз ғой. Осындай деген негіз деп ше. Әсел оғызым қосыңыз ба? Иә. Ал енді сіздер жазып алсаңыздар, ол кезде точно айтасыздар да, мен жазып алғам міне. Мен де өзім жазып жүрем негізі. Кітап, мысалы, ұстаздардың сабағына қатысқан кезде, одан кейін бір кітап оқысам, маған новый ақпарат болатын болса, о нәрсе, мен дереу дәптеріме жазып алам. Себебі, мен сіздерге айтып келе жатып, аяқ астынан бір нәрсені қате айтып немесе ұмытып шатастырып алуым мүмкін. Мен де пендемін ғой. Сол кезде жай көзімді бір сүзіп өтемін да көзіммен. Ары қарай жалғастырып кете беремін да. Дәл сол сияқты бұл дәптерге көшіріп алу, және де оған қарап отыру, ол ешқандай ұят дүние емес. Сол үшін әрдайым өзіңізбен бірге әрдайым ручка дәптер жүру керек. Себебі кет бара жатып новыйдан бірдеңе естіп қаласыз. YouTube ашып қалдыңыз, Instagram ашып қалдыңыз. Біз азына кешкесін Instagramда отырамыз ғой қазір. О жақта да шығады ғой, енді бір-екеу болсын, уағыз болсын, сол кезде жайлап жазып аласыз. Міндетті түрде керек. Ойында қалады да. Иә. Тыңдаған зат кейбіреу ұмытылып қалады. Баяғыда ұстаз айтатын ғой. Бұл тыңдап кету деген құлақ қыздыру деп ешінше. Тек қыздырасында кетіп қаласың, ұмытып қаласың да кейін. Жалпы Құдай тағала адамға ақылды берген, ойды берген, сананы берген. Ал енді адамның ақылы егер Құран хадис болмаса, бұл жайлап ауытқып кете береді деген ғой жан-жаққа. Ақылмен ше. Ақыл Құдай тағала адамға нені берді? Фәәлхәмәхә фуджураха ва тақуаха дейді. Адамға тақуалықты да берді, және фуджур. Фуджур деген жаман істі айтады. Жаман істі істейтін нәрсені де көкейіне салып қойды дейді. Сонда адам екеуіне де бейім ғой. Жақсылыққа да бейім, жаманшылыққа да бейім. Адамның бойының, баршасының бойында жаман қасиет болады және жақсы қасиет болады. Ал енді жақсы қасиетін көрсетіп, жаман қасиетін барынша нығып, кәдімгідей мыжып ұстайтын болса, ол адам жақсы адам да. Бізде сол ұстап қалу екен ғой. Бірақ бәрімізде бар да жаман нәрсе. Иә. Әр адам өзін жақсы таниды ғой. Иә. Пенде өзін керемет біледі, басқалардан қарағанда. Ал енді Қағбаның тағы бір нәрсесін айтып жіберейін. Қанша уақыт болды? Қатты кетіп қалған жоқпыз ба? Жалпы Қағбада мынандай нәрсе бар екен. Аллах тағала күніне 120 мейірімін түсіреді екен сол Қағбада. Иә? 120 мейірімін түсіреді екен. Ал енді соның 60 мейірімін кім алады? Қағбаны тауаф етіп жүргендер алады екен. 60 мейірімін болды, иелендіңіз Алланың. Тауаф етіп жүрсіз сіз. Одан кейін 40 мейірімін кімдер алады? Намаз оқығандар алады екен. Сол жерде тауафтан кейін 2 ракат не үшін намаз оқисыздар? Сол 40-ты алу үшін ғой сол. Түсінесіздер ма? Тауаф намазы деп оқимыз ғой біз тауафтан кейін. Сол Алланың 40 мейірімін алу үшін ғой сол. Бұл хадисте келген. Бұл примерно мынандай деген емес та.
хадиспен бекіген нәрсе. Қанша мейірімі қалды Алланың? 20. Ана жерде түсетін 20 мейірімі қалды. 20-ны кім алады? Ай, машалла. Қағбаға қараған адам алады екен ғой. Сонда сіз үшеуінде істейсіз бір күніге? Тауафта үшеуінде істейміз ғой біз. Тауафта Қағбаны айналамыз, тауаф жасаймыз. Және Қағбаға қараймыз өтіп бара жатқан сайын. Және 2 ракат тауаф намазын оқимыз. Сонда Алланың 120 түсірген мейірімін алып кете бересіздер ғой. Әрбір барған сайын. Түсіндіңіздер ма? 2 күн бар әлі сіздерге. Аласыздар күніге иншалла. Бұл біз әрдайым айтамыз, жалпы мынау намазды бастаған кезде мынау керемет еді, намаз бастаған кезде күшті ғой, бізде әдем бастаймыз ғой. Намазды қаза қылмай, кәдімгі бір қаза болса жылап деген сияқты ше. Кейіннен уже үйреніп қалғаннан кейін бір-екі қаза кетсе, орнынан тұрып оқи салып анау. Сондай болып қалады ғой, намазда онша қатты сезім жоқ оқып жатсаң да. Сон қалай болып кетеді дейді ол көбісі. Сұрақ қояды. Неге басындағыдай ләззат жоқ намазда дейді. Бұның 2 түрлі түсіндірмесі бар екен да. Біріншісі, Аллах Тағала басында намаздың ләззатын береді екен да бізге. Өмір бақи іздеп жүрсін деп дейді. Қараңыз, өмір бақи сол ләззатты іздейді екенбіз біз. Намазды басында бастаған. Ал екіншісі бар, екіншісі ол, мынау ғалымдар айтады, тұрған су сасиды дейді. Көлшік сасып кетеді ғой, өтіп бара жатсаң. Еш шығып тұрады кәдімгі. Не үшін? Ол бір орында тұрда ол. Ал біз намазды бастаған кезде не істедік? Іздендік қой, намазды қалай оқимыз. Мынау дұрыс па, дұрыс емес па? Мынау ат-тахиятты қарап оқысам бола ма, болмай ма, жаттай ма жатырмын мен деп. Көніге жаттау әрекет жасап, 3 сүремен намаз оқысам бола ма деп сұрақ қойдық. 2-ақ сүре білем, не істеймін, намаз бастайын бастамайын ба деп. Бәрімізден өтті ғой нәрсе. Одан кейін ең қиын нәрсе өтір уәжіптегі анау құнт дұғасын оқиын ба, оқымайын ба деп. Құнт дұғасын орнына Роббанан айтайшы мен деп. Жаттамағанша. Біраз жаттамай жүрдік оны. Құнт біреу айтты бізге, соның орнына анан айтсаң болады деп еді. Біз соны айтып жүре бердік біраз уақытқа шейін. Сондай болды ғой, дұрыс па? Өтті о нәрсе. Ал енді сол кезде бізде ізденіс болды да. Намаздың рахатын сезіндік біз. Ал одан кейін бәрін үйреніп алғаннан кейін тоқтап қалдық. Намаздың ләззаты кетті. Қызық болмай қалды сіздерге. Кәдімгі оқып жатсыз, көніге бір қайталанып, жұмысқа барып келген сияқты да. Жұмысты да бастаған кезде біріншіден қызық болады ғой жұмысың. Кейіннен шап қайтасың ғой жұмыстан. Рас қой. Жұмыс қашан бітеді деп, сол сияқты намаз қашан бітеді деп біз сөйтіп кеттік та. Тез оқып тастайыншы осы қазір деп. Ал енді біз енді не істеуіміз керек? Біз ілімімізді арттыруымыз керек екен ғой. Намаздың пайдаларын, Құранды аз жаттаған болса көп жаттап, бұрын транскрипциямен оқып жүрсек, қазір немен оқуымыз керек уже? Кәдімгі Құранмен оқуымыз керек, арабша Құранмен. Ал оны бітірсек не істеуіміз керек? Жаттау керек ары қарай. Жаттай беру керек. Одан кейін тағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сондай намазға байланысты нәрселерін үйренуіміз керек. Келгендеріңіз қанша күн болды осы жаққа? 5 күн болды ма? Енді 5 күн біріншісінде бірінші Қағбаны көргенде жыладыңыздар ғой, көзге еріксіз жас келді. Ал енді 2 күн тауаф еттіңіздер, бір бәдел орындадыңыздар, қазір баратын болсаңыздар, кәдімгідей үйге кіріп шыққан сияқты болып қалды. Қазір Қағба барып қайтасылайындар. Ал енді мынаны сіздер білдіңіздер, енді қандай болады? Қазір қандай сезіммен бар тауаф? Ертең барғанда тауафыңыз басқаша болады да өзі. 5 күн бұрын оқығанда қазір қызық болмай қалатын еді да. Білім не үшін керек? Білім осы үшін керек қой сіздерге. Қазір енді білімді алдыңыздар мені. Аллах Тағала сіздерді осы жерге алып келді. Мені де алып келді. Мен арқылы сіздерге жеткізді. Енді ана жақтағы сезімдеріңіз бөлек та өзі.
Сол үшін әрдайым сабақтан қалмау керек та. Әрбір ұстаздың өз беретіні бар. Біз әлі жас ұстазбыз, әлі көп нәрсені білмейміз. Бірақ кішігірім болсын сіздерге үйретіп қалуға тырысамыз. Ал енді үлкен ұстаздар тіпті сіздерге керемет ақпараттар береді ол кісілер. Не істейміз, осы тағымен қайтамыз ба? Или тағы жалғастырамыз ба? Кейбір кісілер шаршап кетпесін. Ақысына кіріп кетпейік. Енді қызып жатыр ма? Кеш келдіңіз ба? Жалпы осы нәрсе ғой. Жалпы бірінші біз Аллаға мақтау мадақтайды ұмытпауымыз керек. Одан кейін нені ұмытпауымыз керек? Пайғамбарға салауатты. Дұға қабыл болу үшін мынандай жолдар бар екен. Бірінші не істейсіз? Аллаға мадақ айтасыз дұға жасағанда. Бірінші Аллаға мадақ. Субханаллах, вальхамдулилля, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Қандай дұға білесіз, бәрін айтасыз. Мадақ, мақтау дегенім ғой. Одан кейінгісі пайғамбарға салауат айтасыз. Қандай салауат білесіз, оның бәрін айтасыз. Одан кейінгісі не істейсіз? Күнәңізға кешірім сұрайсыз. Рабби ғфирли вархамни ва анта хайру рахимин. Аллахым, мені кешір, мейіріміңе ал. Сен сондай мейірімдісің. Осыны айтамыз. Одан кейін барып біз не істейміз? Дұға тілегімізді жасаймыз. Салауатпен, Аллаға мақтау мадақпен бітіреді екенбіз ғой. Сонда бұл дұға дұрыс жасалынған дұға болады екен да. Осыны реттілікті ұмытпауымыз керек та. Бірінші Аллаға мақтау, одан кейін пайғамбарға салауат, одан кейінгісі күнәмізға кешірім. Себебі бір нәрсе өзі тат болып тұрған кезде үстінен су құйсаң, бәрібір тат болып тұра береді ғой. Бірінші татын кетіру керек та, күнәні кетіру керек. Одан кейін бар ол тазарат. Тазарғаннан кейінгісі саф, таза болады да. Су құйсаң да, тамақ істесең де. Дұғаны дәл солай жасайсыздар да. Таза күйінше жасайсыздар. Құдай тағала пенде қолын көтерсе, қолын бос қайтаруға ұялады екен. Демек, сіз күнәңізге кешірім сұрап тұрсаңыз, сізді Құдай тағала кешірмей қоя ма? Иншалла кешіреді. Кешіруге міндетті ме Аллах тағала? Міндетті емес. Бірақ бізді кешіреді Аллах тағала. Бізге беруге міндетті ме бір затты? Беруге де міндетті емес. Бізді осы қасиетті қылған мекеніне алып келуге міндетті ме? Міндетті емес. Бірақ сізді алып келіп қойды. Өзінің қонағы етті. Хадисте айтады ғой. Үлкен қажылық жасаушылар, кіші қажылық жасаушылар, олар Алланың елшілері дейді. Олар шақырғанға бойсынып келді ғой. Аллах тағала бізді осы жаққа шақырды ма? Біз келдік па? Ләббайк Аллахума ләббайк деп келдік қой. Аллахым, мен құзырыңдамын, мен келдім Аллахым деп келдік қой. Біз елшілер екенбіз да Алланың. Сол себепті біз Алланың қонағы болған себепті Аллах тағала біздің хадисте айтады ғой, не сұраса сұрағанын береді, кешірім сұраса кешіреді, бір нәрсеге қажеттілік болса қажеттілігін Аллахта өтейді дейді. Қараңызшы. Ал одан кейінгісі не нәрсе? Аллах тағаланың біз қонағымыз, біздің күнәмізді кешірді, бізге сұрағанымызды берді. Ал енді беру деген дүниенің өзін үшке бөліп қарастырған екен ғалымдар. Созылып кетіп отқан жоқ па? Беру дегеннің өзін Аллах тағала сұрағанын беру дегенді үшке бөліп қарастырған. Біріншісі, сен дұға сұрайсың Алладан. Аллахыма машина керек еді деген сияқты. Мысал деп отқаным ғой енді. Сұрадың Алладан. Жоқ та саған. Біріншісі бар. Бірінші сұрадың, бір айда кейін машина болдың да. Аллахым, маған машина берші дедің да. Барлығын рет-ретіме айтып келе жатсың. Мысал деп отқаным ғой. Бірден алдың машинаны. Ал екінші этабы бар. Бұл ұзақ уақыттан кейін аласың армандаған көлігіңді.
ұзақ уақыттан кейін. Үшінші этабы бар, бұл өмірде алмайсың. Барлық дұға қабыл болды деген қайғы кетіп қалды сонда. Енді ол ақырет дегенде. Бір пенде сондай қиямет күні алдынан үлкен сауапты көреді екен ғой. Не деген үлкен сауап дейді анау. Сөйтіп сұрайды, бұл қандай сауап бұл? Мен бұндай нәрселерді істемедім ғой мен дейді да. Қаяқтан келген нәрсе мыналар деген кезде. Пендем, сен өмірде дұға етіп сұрайтын едің ғой, білесің ба дейді да. Иә, сұрайтын едім. Бірақ мен бермейтінмін өмірде дейді. Иә дейді. Бұл сол сұрағандарың дейді ғой. Алдыңнан үлкен сауап болып келеді дейді. Ана пенде айтады екен ғой, Аллахым, өмірдегі барлық дұғам қабыл болмай осы жақта келгенде ғой деп армандайды екен да. Қараңызшы. Сонда дұғаның үш түрлі этабы бар екен. Сол себепті біз күндіз түні дұға жасай беруіміз керек та. Сыраз аласың, медленно аласың, не болмаса ақыретте аласың да. Осындай жалпы үш варианттың біреуі жолығады ғой саған. Иншалла біреусін аласың. Ал одан кейінгісі басқа темаға өтіп кетейін. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мынау жеміс жидектер бар. Осы жаққа келдіңіздер ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның не жеді екен, не ішті екен, қалай жүрді екен, қандай нәрсені жақсы көрді екен деп ізденіңіздер. Ол өте қатты қажет. Мен сіздерге бір нәрсе айтып кете салайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нәбиз деген суды жақсы көрген. Нәбиз? Иә. Ол нәбиздің дайындалу жолы былай. Айтып берейін. Біз ішкенбіз осыны жамағатпен ше. Құрманы аласыздар. 5-6 құрманы. Стаканға саласыздар. Бетін жауып қойып қоясыздар. Су құясыздар обязательно. Әшейін өзін сап қоймайсыздар да. Су құясыз. Құрма саласыз. Бетін жауып қойып қоясыз. Простой. Иә. Зәмзәм суына салып қойсаңыз да болады. Иә. 5 литрін алып кеп деп отқаным ғой. Шетінен құйып. Жалпы салып қоясыз да. Одан кейін не істейсіз? Оны таңда салып қойған болсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істегені бойынша айтайын. Анас ибн Малик айтып жатыр осыны. Мен осыны істейтін дейді. Таң намазында дайындап қоятынды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам асыр намазында ішіп алатын дейді соны. Сол кезде асыр намазына істеп қояды, екіншісін. Оны таң намазында ішетін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сіз салып қойып көріңіз, о не су шығады деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ анау құрманың барлық кәдімгі несі дәмділігі шығады анаған. Су ерекше су болады кәдімгі дейді. Әдем су болады. Иә. Одан кейін мейізді де солай ішкен екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мейізді де солай салып қоятын болған. Осылай істесеңіздер болады. Жалпы лайфхак сіздерге. Любой құрма. Қаймаққа батырып жесеңіз де болады деген сияқты ғой. Жалпы одан кейінгісі мынау бір ғалым болған. Мынау Дамаск қаласында өткен ғалым. Сол кісі саудагер кісі ғой. Пайғамбар қажылыққа баруды армандайды да. Сөйтіп алаң қалауымен қажылыққа барады. Қағбаға барып шығады. Өтейді. Одан кейін Мединаға барады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәлем беруге. Барады да, егер мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсімде көретін болсам, пайғамбардан сұрайтын нәрсем бар дейді да. Адам негізі дайын жүру керек екен ғой. Сонда әрдайым мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрем, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрем, иншалла бүгін көрем, иншалла бүгін көрем. Әрдайым соған дайындалып жүру керек екен да, салауат айтып. Адамда қатты оған деген махаббат болмаса, ол нәрсені көру қиын екен да. Сол кісі түсінде Алланың қалауымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көреді да. Қараңызшы. Және сұрайтын нәрсем бар деп айтты деген ем ғой. Я Расулалла дейді. Менің сұрайтын нәрсем бар еді дейді. Қандай нәрсе сұра деген кезде айтады. Сіз қандай салауатты жақсы көресіз дейді ғой. Салауат деген көп. Кітап, қаншама кітаптар бар. Пайғамбарға салауат жазылған.
Қандай салауатты жақсы көресіз дейді. Мен дейді, сен осы жерге барасың дейді. Осы жерге. Сол жерде бір ұстаз бар. Содан сұра, сол саған айтады дейді ғой. Бұл іздеп барады сол кісіні. Сөйтеді да, сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көретін салауатын біледі екенсіз дейді ғой. Бір кіріп келеді бір сыныпқа. Сабақ болып жатқан. Кіріп келеді. Сіз біледі екенсіз дейді әлгі ұстазға. Қандай салауат ол дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой дейді. Сен оны әр түні 1000 рет айтып жатады екенсің дейді ғой. Сол салауатты. 1000 рет айтып жатады екенсіз дейді. Сөйткен ана кісі таңғалады, ай Алла дейді да. Бұл салауатты айтатынды тіпті қасында жатқан әйелім де білмейді дейді. Саған білдіртіп қойыпты ғой дейді. Жақсы айтайын, бұл сиддиқия деген салауат еді ғой дейді. Сөйтеді да оған айтып тұрады, әргі адам жазып алады ғой. Ол қандай салауат? Сиддиқия деген. Шыншылдардың салауаты деген, бұл Текстін айтып берейін ба кішігірім? Бір айтып өтіп кетейін, Аллахумма салли аля Сейдина Мухаммадин ан-набийил уммийил хабибил махбуб ал-алиил қадри ал-азимил джахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Дәптер үшке алып жүру керек дегенім осы ғой менің. Қазір Аллаға шүкір заметка деген нәрсе пайда болды ғой. Заметкеге жазып аламыз. Ау? Шығады, Құдай қаласа шығады. Енді осы нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы салауатты жақсы көремін деп бір пендесіне білдірді. Мүмкін бізге де жеткізуін қалаған шығар. Бізге дейін жетуі осы оқиғаның мүмкін біз де айтып жүрсін деген шығар. Бірақ түс тек көрген адамға ғана үкімі жүреді. Басқа адамға үкімі жүрмейді. Мысалы, мен бір түс көрдім да, түсімде керемет бір іс көрдім деймін. Жалпы бір нәрсе көрдім түсімде, сіздерге айттым, мен мынандай нәрсе көрдім, что-то сен не то сияқтысың деп біреуге айттым да мен. О, жүрмейді да ол нәрсе. Сен мынандай нәрсені алады екенсің жақында дедім. Көрдім. Ол жүрмейді ол нәрсе. Түс тек қана кімге жүреді? Иесіне. Сол көрген адамның иесіне жүреді екен ғой. Мен түс көрдім ба демек, ол маған. Сіз түс көрдіңіз болды сізге. Егер сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түстеріңізді көретін болсаңыздар, өзіңіз үшін мабрук. Берекеленген. Өзіңіз үшін ол қуаныш. Кім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсінде көретін болса, ол не болады? Өмірден өтер шағында бізге кім келеді? Әзірейіл келеді ғой бізге. Мәләкул маут келеді, өлім періштесі келеді. Өлім періштесінің қасында пайғамбарымыз болады екен ғой. Иншалла. Сонда жаныңыз қандай күйде шығады? Рахаттанған күйде шығады екен ғой. Қуанышты халде жаныңыз шығады екен ғой, иншалла. Пайғамбарды көріп шыққан жан бақытты ғой ол. Қараңызшы. Ал енді көрмей қалдым, мен деген бір сорлы біреумін ғой демей жүрмеңіздер ешқайсыңыз. Барлық адам бірден көре бермейді ол. Ол көрдіңіз ба, иншалла қуаныш, нәсіп бол. Ал көрмедіңіз ба, оған деген махаббатыңыз болды ма, иншалла өмірден шығарда көресіз. Салауатыңызды әрдайым айтып жүріңіздер. Өмірден өтіп баратып көресіз ең болмаса. Бізге ең маңыздысы бұл қай кез? Өмірден өткен кез, және де қиямет кезеңі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті бізді өзі жәннатқа кіріп кетпей күтіп тұрады екен ғой, менің соңғы үмметім кіріп кеткенше деп. Бізді даганза күтеді екен ғой. Барлық үмметтің жүрегінде зәредей болсын иманы бар пайғамбардың үмметіне шейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіргізеді екен ғой. Алладан сұрап отырып та, сәжде жасап отырып. Бір кезде мынау келеді.
барлық адамдар жәннаттықтар жәннатқа, тозақтықтар тозаққа кірді дейді ғой. Тозақтықтар тозаққа кірді, жәннаттықтар жәннатқа кірді. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәждеден бас көтермейді дейді. Сонда да басын көтермейді дейді. Жәннатқа кіріп кетті адамдар. Сонда Аллах тағала: ей пендем, сүйікті елшім, сен не сұрап жатырсың? Тозақтықтар тозаққа, жәннаттықтар жәннатқа кірді ғой десе, тозақта менің үмметім қақ кетті ғой деп айтады дейді. Ол күнәһар болса да, сондай үлкен күнә жасаса да, менің үмметім қалып кетті ғой анау деп айтады дейді. Соңғы үммет нешін ойымдайды екен ғой. Өмірде кейбір адамдар пайғамбарды жақтырмай, бұл араб қол деп жүрма, ертең сол бір шапағатқа зар болады ғой ол адам. Қараңыз. Сонда, ей Мұхаммед, сол тозақта жүрегінде шаңның тозаңындай иманы бар барлық үмметіңді алып шық дейді екен ғой. Қараңыз. Сонда баршасын алып шығып, Кәусар суынан құйып, ана адамдарды қайтадан жәннаттық қылып қояды екен. Ау? Қайда? Ай, бергеле. Қайсы? Енді жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте мейірімді, біз үшін әрдайым алаңдаған. Біздің жәннатқа кіруімізді қалайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті мынау Сират көпірінің алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізді соңғы үммет өтіп кеткенге шейін дұға тілеп отырады екен Аллах тағалаға. Иә, мынау Сират көпірі дегенді білеміз, бір ғалымдар айтқан, бұл қылыштан өткір деген. Қылдан жіңішке, қылыштан өткір дейді. Бір ғалымдар айтқан, оның ауыртпашылығын айтқан ол жерде дейді. Ол кәдімгі көпір дейді. Бірақ сол нәрсенің өте ауыр екендігін айтқан дейді ол жерде. Жалпы қалай болса да оңай емес. Ал енді сол көпірден адамдар әртүрлі өтеді екен. Бір адамдар найзағайдың жылдамдығындай, бір адамдар асықпай, бір адамдар құлап барады екен. Құлаған кезде періштелер крючокқа іліп алып, қайтадан Сират көпіріне тастайды екен ғой. Арғы бетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біз үшін дұға етіп жатыр. Құлап кетпесе екен, менің үмметім құлап кетпесе екен деп ше. Және ол кәдімгі крючок емес. Бізде мынандай үлкен крючоктар бар ғой, адам тартатын. Бізде балық тартатын крючокты білеміз, бізде адам тартатын крючоктар болады. Сол адам тартатын крючокпен мынау қабырғадан кіріп, сонымен тартады екен ғой тіпті. Сонда үлкен күнәһарлардікі да бұл. Ал оған дейінгі Сират көпіріне дейін адамдарға не беріледі? Амал дәптерлері беріледі. Осы амал дәптері 3 топқа бөлініп беріледі екен ғой. Біз оң жақты, сол жақты білеміз, 3-ші топ бар екен. Мынау сол жағынан берілгендер кімдер? Тозақ иелері. Ал оң жағынан берілгендер, иншалла, олар жәннат иелері. Ал 3-ші топ қандай топ? Сондай дей ма? Жалпы 3-ші топ бұл кітабы берілмейтіндер екен ғой. Кітап берілмейді оған. Ол адам сұрақсыз жәннатқа кіріп кетеді деген, прямой. Онымен сөйлесіп бара жатады дегенде бір періште. Бір қараса Сираттан өтіп кеткен дейді ғой. Ей, біз Сираттан өтіп кеттік па не деп қарай дегенде? Жаңа өтіп кеттік қой Сираттан деп. Ана адам тіпті білмей қалады деген Сират көпірін өткен. Жаңа оң жағынан кітап алған, бәрібір не болады ол адамда? Спрос болады ғой. Иншалла жәннаттық. Бірақ кітап болғаннан кейін ода әрбір кітабына сұраныс болады. Сұрайды ол кітап ішіндегі не нәрсе. Оның иншалла, ол адам иншалла жәннатқа кіреді. Демек, оның сауабы басым. Ол Алланы және пайғамбарын мойындаған адам. Бірақ жаңағы 3-ші топ ол мықты топ екен да. Сондай да адамдар болады екен. Иншалла баршамыз содан болуды нәсіп етсін. Ал енді осылайынан кіріп кететіндер де болады,
Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол арғы сираттың арғы бетінде біздің әрбіріміз үшін дұға тілеп отырады екен. Өтіп кетсе екен, менің үмметім қиналып қалмаса екен, құлақ кетпесе екен, тез өтсе екен деп біз үшін дұға тілеп отырады. Бір хадисте айтады ғой, менің шапағатым бұл үлкен күнә жасаушыларға дейді ғой. Үлкен күнә жасайтындарға да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шапағат етеді деген сөз. Кіші күнә жасаушылар, олар да шапағатының ішінде онсыз да. Бірақ үлкен күнә жасайтындарға да шапағат етеді екен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір күні осы пайғамбарымыз сол Шамайлда келген екі бір хадиспен тамамдайық, иншалла. Хадисте айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен мынау тозаққа ең соңғы кіретін адамды білем дейді ғой. Ең соңғы кіретін адамды білем дейді. Ол сүйретіліп келеді дейді ғой. Және келеді да, тозақтан шыққан ғой енді ол адам. Келеді да Алланың құзырына келеді. Сол кезде Аллах тағала жәннатқа кір деп бұйрық береді ол адамға. Жәннатқа барса орын жоқ екен ғой. Қараңызшы, сіз бір адам тозақтан соншама қиналып енді жеттім-ау деген кезде барлық орынды иемденіп қойған жәннат иелері. Жоқ еш нәрсе, орын жоқ. Қайтадан Алланың құзырына келеді, Аллахым, мен жәннатқа бардым, бірақ жәннаттан маған орын табылмады дейді ғой. Жоқ екен маған орын. Деген кезде не қыл дейді? Пендем, сен өмірде бір керемет жерді сұрайтын бең дейді да, армандайтын бедің дейді. Біздің қазір көзімізге егер ең керемет мекен деп қай жер елестейді? Мысалы, біздің фантазиямыз қай нәрсеге жетеді? Зәулім сарай, ішінің бәрі өсімдікпен кәдімгідей, алдынан бір су ағып тұрған. Біздің фантазиямыз сол нәрсеге жетеді. Дұрыс па? Ең жақсы нәрсесіне. Ал енді, иә сұрайтын едім дейді. Онда сол нәрсені менен тіле дейді ғой. Әлгі адам тілейді, сол кезде Аллах тағаланың мейірімі, Аллах тағала сұраушыға асырып береді дегені міне осы жерде көрінеді да. Және айтады екен ғой, мына адамға дейді да, сұрағанын және одан 10 есе асырып беріңдер дейді екен ғой. Қараңызшы. Сонда әлгі адам айтады дейді да, әлемдердің Раббысы болған Аллам, сен патшасың ғой дейді да, мені мазақ қылып тұрсың ба деп айтады дейді да. Мына нәрсеге, ол нәрсеге өзін лайықсыз көріп тұр ғой. Қараңызшы. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қуанғаннан қатты күлген екен да. Кәдімгідей күлген. Мынау күлу деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көбінесе бұл жымиып жүретін болған. Жымиған. Ал күлген кездерін саусақпен санарлық дейді ғой. Аз күлген дейді. Ал осы кезде бұл үмметінің қуанышы ғой бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шын жүректен қатты қуанған дейді осы нәрсеге. Тіпті азу түсі көрініп кетті дейді ғой осы кезде. Қатты қуанғаннан ше. Одан кейінгісі тағы бір хадисін айтады. Мен жәннатқа ең алғаш кірген адамды білемін, тозақтан ең соңғы шыққан адамды да білемін дейді да. Бір пенде дейді, бір пенденің алдына бір пенде сұраққа тартылады жалпы. Сұраққа тартылады. Сол кезде оған Аллах тағала бұйрық береді екен ғой. Періштелерге. Оған үлкен күнәләрін жасырып қойыңдар да, кіші күнәләрін алдын алып келіңдер дейді. Кіші күнәләрін алдын алып келіңдер дейді. Содан сен осы уақытта мына нәрсені жасадың, мынаны жасадың, мынаны жасадың, мынаны жасадың дейді. Анада мойындайды, иә, мен жасадым осы нәрсені дейді. Қатты қорқады әлгі пенде. Менің кіші күнәмнің өзіне осылай мен сұраққа тартылып жатырмын. Ана үлкен күнәм қалай болар екен біздің дейді да. Үлкен күнәмді алдыма шығарса, мен қандай халде болар екен дейді. Ай, қажылар. Десем, бұлар түсінбейді. Айтып қойып атқам ғой. Жалпы, мына нәрсем үлкен күнәмді, ой, қалай болды өз? Үлкен күнәмді шығарса, мен қандай жағдайда болар екем дейді. Содан Аллах тағаланың мейірімі, әлгі
пендеге жасаған, әлгі құлына жасаған үлкен мейірімі. Мына адамның дейді да, кіші күнәларының барлығын дейді, барлығын ана жерде көрсетіп тұр ғой барлығын. Мынаның бәрі сен жасаған күнәларың. Мынаның бәрі мойындайсың ба? Иә, мойындаймын. Осының баршасын сауапқа алмастырып қойыңдар дейді ғой. Сол кезде анау айтады дейді да, мына жерде бір-екі күнәм көрмей қалды менің деп ше. Бір-екі күнәм бар еді осы жерде деп. Оның да сауапқа айналғанын қалап тұр да ана. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты қуанғаннан күлгені бар екен. Иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мейіріміне баршамыз ілінейік. Алланың мейіріміне, пайғамбардың шапағатына. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шапағаты бұл бізге үлкен бұл жәрдем. Алланың мейіріміне пайғамбардың шапағаты арқылы иеленеміз. Себебі бұл Аллах Тағала айтады екен ғой, ей Мұхаммед, сені жаратпағанда оларды да жаратпас ем дейді. Біз пайғамбардың құрметіне жаралған адамдармыз. Иншалла әрдайым Аллах Тағаланы мақтау, мадақ айтып Аллаға, пайғамбарға салауат айтып жүрейік. Ва ахири дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Көкем бар ма бата беретін? Жасқа қараймыз ба, сақалға қараймыз ба? Сақалға қарайық онда, беріңіз. Ya bismillahirrahmanirrahim. Aslında kamkor, iyileşen bizim bir Allah'tan bahsediyoruz. Ya Rabbim olsa, Mekke'ye şakanımızın başlamışsın. Şubat böyle bir hesap böyle. Amin. Batuğalam salam cevap veriyor Rabbim. Amin. Kışta otte böyle özünden bu Rabbim. Yerimiz ama bütün taştım böyle görüşebilir. Tevlüsün Allah kıymetini var görüşebilir. Amin. O siz oturan başlayan Müslümanların otbasının belki öyle görüşebilir. Arkadaşlar şahsızlıkta koçun geçecek Allah. Allah bekliyoruz. Amin. Allah razı olsun. Başımızda rahmet. Иә, баршаңызға рахмет, тыңдағандарыңызға, келгендеріңізге баршаңыз